Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді сникерс тортын дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен жұмыртқаның сарысының ақуызын бөліп аламыз. Біздің ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Енді осы ақуызға қантты салып біртіндеп араластырамыз. Ақуызымыз екі еселеніп, тегешімізді көтергенде осылай төгілмеуі керек. Содан кейін қанттың екінші бөлігін сарықуызға салып араластырамыз. Сұйық майды құямыз. Тағы да араластырамыз. Қопсытқыш және какаоны салып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды саламыз. Жайлап араластырамыз. Ыстық сүт құямыз. Бұл кезде қамырымыз кішкене қою болады. Енді осы қамырымызға ақуызымызды салып, ақырындап араластырып шығамыз. Миксермен араластырмаңыздар. Қамырымызды осылай ақырын араластырып шығамыз. Енді осы қамырды 3 бөлікке бөліп, бір-бірден формаға салып, 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Енді крем дайындаймыз. Креміне салқын сливки және қант немесе қант ұнтағын салып араластырамыз. Творожный сыр саламыз. Қоюланғанша араластырамыз. Креміміз осындай түрде болуы қажет. Бисквиттеріміз дайын, суытып алдық, осындай түрде болды. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші бисквитті салып, бір қабат кремімізді жағып шығамыз. Оның үстінде осындай қуырылған арахисті үгітіп сеуіп шығамыз. Енді салмасына мен жеңіл түрде осы варенканы құйып шығамын. Содан кейін осының үстіне 2 үлкен ас қасық крем жағып, екінші бисквитімізді қоямыз. Тағы да крем жағамыз. Енді қалған кремге 2 қасық варенканы салып араластырамыз. Видеода көрсетілгендей тағы да жағып шығамыз. Үстіне 3-ші бисквитімізді қойып, холодильникке кем дегенде 8 сағат тұруы қажет. Енді ганасын дайындаймыз. Қазақстан шоколадына сары майды салып ертеміз. Тоңазытқыштан тортымызды алып, енді шоколад пен майды ертіп алғаннан кейін арахисті салып араластырамыз. Ганашымыз салқындауы қажет. Енді тортымызды ыдысқа қоямыз.
енді ганашымызды құйып шығамыз. Мен осылай жағып шығамын, себебі шоколадымыз артық ақпайды. Сіздер сеткаға тортты қойып, үстінен құйып шықсаңыздар болады. Маған бірақ осылай ыңғайлы. Не тортымыз дайын. Бұл рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сникерс торты өте дәмді шығады. Комментарий жазып, каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.